Сәлем достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен қорындық жасайтын боламыз. Балаларымызға да отбасымызға да ұнайтын осындай жұмсақ әрі нәзік болып шығатын, балаларымыздың тәбетін ашатындай етіп жасау қорындықтың рецептісін бөлісетін боламын достар. Достар, алдымен менің инста парақшама және де дәл осылай етіп тиктокқа жазсаңыздар, тикток парақшама тіркеліп алыңыздар. Және де достар, менің осы YouTube каналыма, ең бастысы осы YouTube каналыма подписация жасап, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар достар. Алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісемін. Ендеше менің видеомды соңына дейін көріп тамашалайық. Бізге қондығымызға керекті ингредиенттеріміз: сүтіміз, жұмыртқамыз, разрыхитель шекеріміз және де панировочный сухаріміз және де осындай сосискамыз, ұнымыз қажет болады. Алдымен сүтімізді құйып, оның үстінен бір жұмыртқамызды жарып салып, жақсылап араластырып, және оның үстінен разрыхителімізді, шекерімізді салатын боламыз. Разрыхителімізді салып, оны да бір араластырамыз, және де шекерімізді салып, оны да тағында бір араластырып алатын боламыз. Осылайша жақсылап араластырып, және оның үстінен ұнымызды аздап салып араластыратын боламыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырып, бір массаға енгенше араластырамыз достар. Міне жақсылап осылай бір массаға еніп, осындайша қоюлығы осындай болу керек. Енді осы затымызды бокалға құйып дайындап аламыз. Дәл осындай сосискаларымызды біреуін ортасынан бөліп екеу қылып, осындай таяқшалар арқылы, міне суши таяқшалары арқылы осылайша бокалымызға, осы жаңағы дайындаған массамызға тығып, оны панировочный сухарімізға осылайша аударып аламыз достар. Дәл осылай аударып алып, қызып тұрған табамызға салып пісіретін боламыз. Міне тағы да көрсетейін, осылай батырып аласыздар, және оны панировочный сухарімізге салып, барлық бетін осындайша сәндеп, осылай панировочный сухарімізге салған себебіміз, біздің қорындықтарымыз қытырлақ болып пісетін болады достар. Міне қызып тұрған табамызға осылайша салып, жан-жақтарын сәл жинап, осылайша пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады достар. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер, қуанып қалатын болады достар. Дәмі деген енді керемет болады екен, өте дәмді болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне достар, мен барлық қорындықтарын осылай пісіріп жатырмын. Міне барлық қорындықтарын дайын, өте дәмі ерекше болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет. Балаларыңызға, отбасыларыңызға жасап берсеңіздер, өте қатты ұнатып, қайта-қайта сұрайтын болады достар. Өте дәмі керемет. Достар, міндетті түрде менің осы YouTube каналыма подписацияны басып, және қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта одан да жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Достар, менің инста парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар, және менің видеом ұнаған болса, маған лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл.